қаңғып жүр талай адамға. Даже акиматтың алдында да жатыр сен иттер. Сосын тағы да айтатын, сен келгелі Айбек, мына Жаңаөзен қаласы жаңағы докладыңа сәйкес емес. Себебі сәйкес еместігін айтайын. Біздің қала қоқыста толы. Қоқыс деген айлап жатады. Бұл қоқысты әлі ешкім барлап атқан жоқ. Егер де оның қоқыстың қанша адамға зияны бар екенін, егер де осының барлығын есептейтін болса, онда давно Айбек кетіп қалады дедім деді. Қаланың әкімімен. Сосын тағы да біреуін айтайын. Өткен жылы Сапаровскте 8 адам өлгенде сен әлі орнында отырсың. Жалпы бір адам өлсе, үлкен ЧП аяқ Союздың уақытында. Бір полкте бір солдат өлсе, командир полка жұмыстар моментально шатылады. А сен отырсың, себебі сен Ноғаевқа керексің, сен кәсіпкер, сенде ақша бар. Бізге сен ақшаң керек емес, бізге жұмыс жасайтын адам керек. Мына жерге. Жаңа Ноғаев сіз айтып отырсыңыз, 70 адамды босаттық жұмыстар деп. Өтірік алдамаңыз сіз. 70 адамның маған списогын әкеліп беріңіз. Сосын мен сізге айтамын. Айтқаныңыздың барлығы өтірік. Келесіңіз, 30 жыл болды біз уже мына сендердің сказкаңызды тыңдағанға, ертегілеріңізді. Енді айтқым келетіні, осындай жаңағы жұмыссыздықтарды, обычный болса, мына жұмыссыздықтар қазір үлкен проблема дейді. Сіз мына жұмыссыздықтарды жоя алмайсыз. Жұмыссыздықтарды жоя алмайсыңыз, себебі сендер айтасыңыз, жалғыз түйір Өзенмұнайгазға кіргізу керек деп. Жақсы, келсем, Өзенмұнайгазға алмасаңыз, мекеме ашық. Ашық мекеме. Мына скважинды материалдарын Россиядан миллиардтаған ақшаға аласыңыз. Неге біздің мұнайшы сварщиктер жасай алмай ма оны? Жасай алады. Себебі оның ар жағында сендер ақша жасап отырсыңыз. Бірдеңе миллиардқа алынатын болса, үстіне бірдеңе миллиардпен аласыңыз. Ол Қазақстан еліне үлкен утопия ол деген. Үлкен банкротствоға әкеледі түбінде. Сондықтан әкім мырза, облыс әкімі, сендерге ертегілеріңізді қойыңшеш. Жаңағы докладыңды қарасаң, өзен гүлденіп кеткен сенің докладыңды айтқанда. Өзен гүлденген жоқ, өзен деген қоқысқа айналып қала. Айлап жатыр, тағы да қайталап айтамын саған. Айбек. Сол сияқты осындай сөйлеген азаматтарды сен кезінде адам жіберіп ұрғызғандасың. Сондықтан сен лично мен өзім саған недоверие беремін, сенімсіздік білдіремін. Әкім, возможно, сізге ауылдық колхоз совхоздың әкімі болуға болады шығар, бірақ мынау Жаңаөзенмен ойнамаңыз, үлкен қала бар. Жаңаөзен. Сіз алып бара алмайсыз. Нұрлан Ноғаев саған да айтамын. Сіз Маңғыстау облыс әкіміне келгенде өзіңмен бірге қанша адам алып бердіңіз? Құпия емес шығар, соны маған жауабын беріңіз. Себебі Маңғыстауда жұмыссыздық дейміз. Қанша адамды өзіңмен командаңа алып бердің? Значит, командаңа алып келген, ол ар жағы түбі жемқорлыққа апарады деген сөз. Солай ма? Әлде айтатын сөздерім көп, бірақ енді мына халыққа кішкене сөзін берейін. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз деймін. Қандай сұрақ болды?